Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен бірге осындай өте әдемі және дәмді боннефи пай пирогын жасайтын боламын. Маған қажетті заттар жұмыртқа, сары май, қант, қопсытқыш және ұн. Ең алдымен қамырын жасап аламыз. 2 жұмыртқамызды жарып, үстінен қант қосып, жақсылап араластырып алуымыз қажет. Мен миксер пайдаланатын боламын. Осылай миксермен жақсылап тұрып араластырып, осындай сұйықтық пайда болады. Жұмыртқамыз көпіргенше араластыруымыз қажет. Енді оның үстіне ерітілген сары майымызды саламыз, қопсытқышымызды саламыз. Және шамамен 400 граммдай ұн салып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Мінекей біздің қамырымыз дайын болды. Осындай қолға жабыспайтын әрі жұмсақ қамыр шығады. Енді бізге керегі арнайы пирог пісіруге арналған осындай форма. Асты алынатын астыңғы жағы. Енді осы астыңғы жағын пайдаланамыз. Кішкене ұн себеміз. Және жаңағы қамырымызды оқтау арқылы жайып шығамыз. Міне осылай оқтауды алып, оқтаудың көмегімен қамырымызды жайып шығуымыз қажет. Енді қамырымызды жинаймыз да формамызға салып, артық қамырды оқтаумен алып тастаймыз. Видеодағыдай жасасаңыздар ыңғайлы болады. Бізде кішкене ғана қамыр қалады. Және одан мен қазір печенье пісіремін. Міне осылай болып шығады. Енді шанышқымен осылай етіп өтіп шығуымыз қажет пирогымыздың үстінен. Енді бізге пергамент қағазы қажет болады. Мен әрдайым поклан пергамент қағазын қолданамын. Сапасы жағынан өте күшті. Енді біздер осы пергамент қағазын формамызға қарай дөңгелек етіп кесіп шығуымыз қажет. Пергамент қағазын біздер қамырымыз көтеріліп кетпеу үшін төсеп жатырмыз. Оның үстіне горох себеміз. Горох немесе фасоль себуімізге болады. Сол кезде біздің қамырымыз көтерілмей жақсы піседі. Енді осы дайын болған қамырымызды 180 градуста қызарғанша пісіруіміз қажет. Енді біздер кремімізді дайындайтын боламыз. Мен бүгін осындай 33% кілегей қолданатын боламын. 200-300 граммдай. Және сүзбелі ірімшік, творожный сыр 150-200 граммдай. Және 60 грамм сахарный пудра, яғни қант ұнтағын пайдаланамын. Және бізге керегі кондитерский мешок және насадка. Әрине миксер қажет болады. Және де бізге салмасына банан мен вареный сгущенка қажет болады. Ең алдымен біздер кілегейімізді миксермен қою болғанша жақсылап араластырып алуымыз қажет. Миксермен араластырып аламыз қою болғанша. Және үстінен сүзбелі ірімшігімізді және қант ұнтағын салып, жақсылап қою болғанша крем жасайтын боламыз. Креміміз қою болуы қажет, міне осындай болуы қажет. Біздің креміміз дайын болды. Енді салмасына банан саламыз. Бананымызды жұқа етіп, осылай дөңгелек етіп торап шығуымыз қажет. Міне біздің қамырымыз да дайын болып қалды. Осындай болып шығады. Екі шеті қызарып. Осындай формаға пісірсеңіздер өте ыңғайлы. Кішкене қамырымызды дайын болғаннан кейін суытып алуымыз қажет. Жылы күйінде үстіне ең алдымен вареный сгущенка жапып шығамыз. Және кондитерский мешок қажет болады бізге. Вареный сгущенканы 2-3 ас қасықтай вареный сгущенка кетеді шамамен. Енді оның үстінен торалған бананымызды салып шығамыз. Міне осылай болып бізде бананымыз салдық. Енді осындай менде насадка бар. Осындай насадкамен кондитерский мешоктың ішіне кремімізді құйып, осылай етіп кремімізді
жағып шығатын боламыз. Пирогымыз өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Өте керемет болып шығады. Шыны керек, мына пирог өте әдемі, өте дәмді. Жеп көрген кісілердің барлығы да сіздерге 100% бағалайтын болады сіздерді. Мен әдемілік үшін какао сеуіп қойдым. Менің видеом ұнаса, каналыма тіркеліңіздер, лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Астарыңыз